Мағжан Жұмабаев Шолпанның күнәсі. Шолпан Сәрсенбайға шыққан жылы өзіндей жас келіншектермен аулақта кеңескенде баласыз өмірдің қызығы жоқ қой деп аузымен ғана айтушы еді. Мал орнына сатылып, жаны сүймеген жанға жар болатын қазақтың сансыз қыздарының ішінен әлдеқалай өзінің сүйгеніне тиген Шолпан шынында бастапқы жылы бала керек қылмады. Ақ отаудың ішінде оңаша жатса да, яки күйеуін құшақтап жатса да, ол ылғи ішінен жасаған-ау бала бере көрме деп тілейтін еді. Балалы болсам, әдемі өмірім бұзылады-ау деп ойлайтын еді Шолпан. Бала туса, күйеуінің ортасында бір тікенек өсетіндей болушы еді. Қиюланып қосылған екі жанның арасына жат бір үшінші жан түскен соң, екеуінің де жалынды екпінді махаббаты бөлінер, бәсеңдер, суынар деп қорқушы еді Шолпан. Осы ойлармен талай түндерде, талай таң мезгілінде Тәңірден бала берме деп тілеп еді. Күншығыстан ақ жібектей таң атып келе жатқан мезгілде өзге адам сәждеге құлап, маңдайын топыраққа былғап, тасқа ұрып, Тәңірден бақытты тұрмыс, өшпес бақыт, кетпес байлық, әсіресе бала сұрайтын кезде Шолпан күрсіне жасағанға бала бере көрме деп жалынып еді. Затында баланы жек көргендіктен емес, ері мен екі ортасындағы жібектен нәзік махаббат жібі үзілмеу үшін, екі жанды бір-біріне қоса білген иманнан да ізгі махаббатқа басқа бір жан келіп тапсалмау үшін бала болмауын тілеп еді Шолпан. Жас жүректің ұйтқыған осындай есалаң тілегі қабыл болды ма кім білсін, түскеніне 3 жыл болды. Шолпан құрсақ көтерген жоқ. Құрсақ көтермегеніне Шолпан шын разы еді. Ерімен екі ортадағы махаббат оты күн сайын дүрілдемегенімен, бәсеңдемей бір қалыпта тұрғаны сол баланың жоқтығынан ғой деп ойлады Шолпан. 3 жыл бойы еріде ешбір уақытта бала жоқтамаған сықылды еді. 3 жыл бойы Шолпаннан басқа, Шолпанның оттай ыстық, желде жібек құшағынан басқа ештеңе тілемеген еді. Оның өмірінің басы да, аяғы да, ауызесі да, сүпхінісі да Шолпан ғана сықылды еді. Дүниеде теңіз терең емес, адамның жаны терең. Шолпанның ерінің жанының терең түбінде қандай ой, қандай тілек жатқанын кім білсін. Әйтеуір, Шолпанға осылай көрінуші еді. Қысқасы, Шолпан 3 жыл бойына осы ойдан қайтаратын ешбір сөзде естіген жоқ, ешбір істе көрген жоқ. Дұрысы, баласыз өмір, бос өмір деген сөзді басқа талай адамдардан естіді, бірақ жаны сүйген жарынан естіген жоқ. Ғашық адамға Құранның аяты қасиетті емес, жарының сөзі қасиетті. Жарынан басқа адамның сөзін не қылсын Шолпан? Бірін-бірі қуалап ай соңынан ай озды, бірін-бірі жетелеп жыл соңынан жыл озды. Не керек, Шолпанның бала болмасын деген ойы бекінгеннен бекіді. Бірақ жалпы жаратылыста да, адамның өмірінде де, адамның ойында да өзгерісті даярлығы болмаса, дәл өзі ұзақ созылып бара болмақ емес. Өзгеріс қашанда болса кенет болмақ. 2 ай, 3 ай, күз дейміз. Сонда күздің келгенін адам 2-3 ай бойы сезіп жүрмейді. Бірақ уақытты, айталық, бірақ түнде әжімді жүзі жылауық күздің келгенін сезіп қалады. Шолпанның бала болмасын деген ойы да бірақ түнде өзгеріп шықты. Ұршыққа оралған жіптей бас аяқ жоқ қыстың ұзын кешеді. Іңірде майл жайлап болған соң, Шолпанның ері әңгімелесіп отыру үшін құрбысы Нұржанның үйіне кеткен. Нұржанның үйленгеніне 5 жыл болып еді. 5 жылдың ішінде 3 баласы бар. Екеуі ұл, біреуі қыз. Шолпанның ері Сәрсенбай Нұржанның үйінде ұзақ отырып қалды. Сәрсенбайды ұзақ отырғызған Нұржанның ұзақ әңгімесі емес, оның 3 баласы еді. Әңгіме дейтін әңгіме де болған жоқ, тек бәрі 3 баланың қызығына қарасып, мәз-мейрам болысты да отырды. Нұржанның 2 ұлы былдырласып өлең айтқан болсады, білектерін сыбанып алақандарына түкіріп тұшталаңдап, бір-бірімен күресеміз деп ұстаса бергенде, аяқтары бір-біріне шалынысып қалып біреуі жығылады, екіншісі оның үстіне жығылады. Үйде отырған жұрттың бәрі қарқ-қарқ күліседі. Балаларды кезек-кезек шақырып алып сүйіседі. Нұржанның әкесі немересін шақырып алып аз түсті алды артынан тіпті сүймеген жерін қалдырмайды. Әсіресе Нұржанның кішкене қызының қылығы, тәттілігі балдан да тәттеді. Сәрсенбай Нұржанның үйінде осы балалардың ушуымен ұзақ отырып қалды. Жұртпен бірге ол да қарқ-қарқ күлді. Ол да балаларды кезек-кезек сүйді. Нұржанның үйінде Сәрсенбай ұзақ отырып қайтуға шыққанда, ауылдың бәрі жатып қалған еді.
Қайтып үйге кірсе, Шолпан да жатқан екен. Бірақ ұйықтаған жоқ екен. Шешініп Шолпанның қасына жатты да Нұржанның балаларының ісін, олардың тәтті қылықтарын әңгімелеп айта бастады. Үхілемей, күрсінбей, біздің баламыз жоғау деген уайымды айтпай, қайта-қайта күле сөйледі. Сәрсенбай әңгімесінің арасында жай сөздің екпінімен баласыз үй базар, баласыз үй мазар деген сөз ыбырасау дегенде Шолпанның басында жаңа бір ой жарқ ете түсті. 3 жылдан бері балам болмасын деген тілегінің қате болғанда да есалаң екендігі, бала болмаса екеуінің өмірінің қу мазарға айналатындығы еді. Араларындағы жалынды махаббат заманның озуымен бірге бірте-бірте майшамдай сөніп еріп сөнетіндігі, құшақтың ыстығы өмір бойы бір қалыпта тұрмайтындығы, екі жүйрік жүректің екпіні баяулаған кезде бір-бірінен жирендірмей бір-біріне берік байлайтын бала екендігі, баланың ер мен әйел арасындағы дәнекер екендігі, міне осы ойлардың бәрі сол сағатта ап-айқын боп Шолпанның көз алдына келді. Сәрсенбай балалардың тәтті қылықтарын күле сөйлеп, ұзақ әңгіме етіп айтты. Төсекте жатып ол шын ынтасымен қарқ-қарқ күлгенде Шолпан да бірге күлді. Бірақ бұл күлген Шолпанның жаны емес, бет терісі ғана еді. Сәрсенбай манағы мақалды айтқаннан кейін Шолпанның сұңқардай ұшқыр жанын, желдей есілаң жүрегін қара жыландай қап-қара ойлар орап алып, улай бастады. Түпсіз теңіздің қара көк толқындарындай қап-қара ойлар бірінің артынан бірі келді. 3 жыл бойына созылған есалаң тілек, әлдеқайда алыста бұлдырлап келе жатқан кәрілік, көзінің оты сөніп, сұп-сұр күлге айналған күздей көңілсіз кәрілік, жанның қанатын қырқатын, жүректің отын сөндіретін кәрілік. Бала болмаса сол кезде сөніп бара жатқан өмірге кім сәуле байлар, кім оны жылытар? Бала болмаса сол кезде ішіндегі дәні шіріп, кеуіп қалған шөптің қауасындай бос өмірдің кемтігін кім толтырар? Жоқ-ау, әлдеқайда алыстағы кәрілікті қоя тұршы, оған өмір не жетер, не жетпес. Сол кәрілік жетпей-ақ, осы күннің өзінде-ақ өмір босап қалайын деп тұрған жоқ па? Жаһанда онан күшті нәрсе жоқ деп иман келтірген махаббаттың күші ерімен екеуін бір-біріне берік байлауға 3-ақ жыл ғана жетіп, енді өз-өзімен сөнейін деп тұрған жоқ па? Ессіз Шолпан 3 жыл бойына бала болмасын деп тіледі. Енді сол бала болмағандықтан ертегідей әдемі өмір қу мазарға айналайын деп тұрған жоқ па? Міне, Шолпанның жанында қара көк теңіздің толқындарындай ұйтқыған ойлардың қорытындысы осы еді. Сәрсенбай әлде қашан ұйқыға кетті, бірақ Шолпан анау ойлармен уланып, кірпік қаққысы жоқ. Қыстың ұзақ түні шайтанның шашындай ұзайғаннан ұзайды. Шолпанның ойлары да тереңдегеннен тереңдеп, қарайғаннан қарайды. Күншығыстан ағарып алтын таң асып келе жатқанда, Шолпан болар-болмас күбірлеп, жасаған-ау бала бере гөр, деп жас балаша өксіген баса алмай, жасағаннан бала сұрап жатыр еді. Осы түннен былай қарай Шолпанның бар тілегі бала болды. Жатса да, тұрса да, ояу болса да, ұйықтаса да, жасаған-ау бала бере гөр деп тілек. Жасаған-ау бала бере гөр деген тілекті Шолпанның не аузы, не жүрегі айтушы еді. Бірақ бірін-бірі қуалап ай соңынан ай озды. Тілей-тілей тілек тозды, соға-соға жүрек тозды, тілек тозды, жүрек тозды, өмір тозды. Талай түндерді көзден емес, жүректен ыстық жас төгілді. Сопы болды, ылғи дәрет алып таса жүрді, намаз оқыды, күн сайын таң сібірлеп келе жатқанда тұрып, сәждеге құлап, тасбиғын санап, субханалла айтты. Бірақ бала болмады. Шолпанның өзінің сопылық жолға түсуінің себебі бала екендігін ешкімге айтқан жоқ, жанына жақын ері Сәрсенбайға да айтқан жоқ. Сондықтан Шолпанның мынау мінезі Сәрсенбайға да басқаларға да жат, оғаш көрінді. Жақыны да жаты да күлісті, келемеш қылысты. Ой, сен пірәдір болайын деп жүрсің бе? Деп күлісті Сәрсенбай. Ауыл аймақ Шолпанға пірәдір келін, пірәдір жеңге, пірәдір абысынымыз деп ат қойды. Үлкенде құрбы да балашаға да күлді. Бірақ Шолпан жүрегіндегі жараны ешкімге ашқан жоқ. Ашқанмен олар ұғама. Тегінде адамның жүрек сырын шеттің ұғу мүмкін нәрсе емес қой. Теңіз терең емес, адамның жаны терең. Су түбінде жатқан зат жел толқытса ғана шықпақ, ой түбінде жатқан сыр шер толқытса ғана шықпақ емес. Шықса, шер мен сырдың көлеңкесі сәулесі ғана шықпақ. Дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ, адам шешуі жоқ жұмбақ. Шешуі деп атауға болатын болса, адамның шешуі жалғыз өлім.
Осы ойлар Шолпанның жанында таспиықтай тізілген реті болмаса да, оның жаны соқыр сезіммен осы ойларға өзі барып тірелген еді. Әмі Шолпан жүрек жарасын ешкімге сездірмеске тырысуының себебі осы еді. Не керек, жақын жаттың ортасында жалғыз болды, бітеу жара болды, жалғыз өртенді, жалғыз жылады, дүниеден безді, сопы болды, бала сұрады, қалайда бала болмады. Бала, сол бала үшін қандай ессіздік істемеді есті Шолпан. Ұшырағын молдадан дұға алып бақты, ат естілген қожадан ішірткі жаздырып ішті, көрінген сәлдеге үшкіртті, шиқандай қып-қызыл бетті қожа бесті бұқадай суға қарап, тіпу, тіпу деп үшкіргенде, қожаның қасиетті лебі шетке бытырамай, тура түгел ішіме барсын деп, жүрегі ойнап, жүзі бір қызарып, бір ағарып бетін қожаның аузына тақап, тосып отырушы еді Шолпан ылғи. Ылғи көзім қарайып басым айналады деген сылтау тауып, өзін бақсыға да қаратты. Тағы не істемеді Шолпан. Өртке ұшырап аласұрған жан не істейтін болса, Шолпан да соның бәрін істеді. Бірақ бірін-бірі жетелеп жыл соңынан жыл озды, баладан белгі болмады. Шолпан тілеуден талмады, көзінде жас қалмады, дүниеден безді, пірадар болды, әулиеге ат айтты, Қорасанға қой айтты, жасаған-ау бала бере көр, деді. Бірақ тілек іске аспай, аяғы жоқ жыр болды. Көл болып төгілген көздің жасы жерге сіңді, тілек тозды, өмір озды. Шолпан бала көтермеді. Қанша жалынса да, қанша жыласа да жасаған оған бала бермеді. Кім біледі, Тәңірінің Шолпанға бала бермеуі өзінше дұрыс шығар, өзінше жөн шығар. Бастапқы жылдары Шолпанның бала бере көрме деген тілегін қабыл алып, тозбайтын, қайта түзілмейтін тақтайына жазып қойған шығар. Шолпанның ендігі тілегі болары болып, бояуы сіңген, соңғы пайдасыз бос тілек шығар. Ірі саудагерлердің бірі айтар, сауда жоқ дейтін мінезі кім біледі. Тәңірде де бар шығар. Тегінде Тәңірде ауыздықсыз арсыз саудагер, тізгінсіз менмен әкім мінездері де бар секілді. Мұндай мінезі болмаса, бұйрығымды бұздың деп, атамыз адамды жұмақтан тардай жалаңаш айдап шығарым еді. Топырағыма табынбадың деп, әзәзілді бідіске айналдырар ма еді. Кім біледі, Тәңір ежелге осы белгілі белдігіне салды ма? Қалайда Шолпанға бала бермеді. Дұғалық нағыз, ішірткі ішу, үшкірту, түкірту, қақтыру, соқтырту, намаз, ораза, садақа, нәзір, һәм басқа басайық жоқ құлшылықтың ақырында Шолпан шаршады. Бұл құлшылықтардан ешбір пайда болмайтындығына көзі жетті. Тілегі қабыл болмады. Тәңірден тәуелі қайтты. Өмір шірген ескен желдей озып барады. Өмір бір құрулы машина. Тоқтау білмейтін, шаршау білмейтін жансыз машина. Әлдекімнің жас орнына қан жылағанын, әлдекімнің үміті өшіп, гүлі солып жатқанын, дөңгелектің арасында әлдекімнің қолы, аяғы, басы, барлық денесі кеткенін, денесі ғана емес, жаны жүрегі кеткенін не қылсын? Қайрылып қарау білмейтін, аяу білмейтін өмір Шолпанның да жүрегінен саулап аққан қанына, қанадысыны бөліп жатқан жанына кідіріп, бұрылып та қараған жоқ. Жалғыз аузынан емес, бар денесінен көбігі бұрқырап, таудан қулаған есалаң өзендей, есалаң өмір өсіп бара жатыр. Өмірдің әрбір минуты сайын Шолпан ойының, Шолпан жанының әрбірі ұшқыны бөліп жатты. Өмір озады, тілек тозады, бала жоқ. Енді не қылмақ керек? Жоқ, дұғалығы, молдасы, қожасы құрысын, құлшылығы құрысын. Айтқанынан қайтпайтын қасарған тәкаппар Тәңірі бар болсын. Жоқ, бала болудың кілті көкте емес, адамның өзінде шығар. Бала болу ер мен әйелдің өзіне байлаулы шығар. Шолпанның бұл күнге дейін бала көтермеуі, кім біледі, оның шын әйел бола алмағандығынан шығар. Ермен жатқанда барлық қазақ әйелінде қаннан қаперсіз, жай бір жұмыс істегендей салқын жатуынан шығар. Ермен қосылғанда сол қосылу ісіне жан денесімен беріле білмеуінен, оның құшағының жалыны әлсіз болғандықтан, сүюінің оты кем болғандықтан шығар. Осы әрі тәтті, әрі улы ойлардың билеп айдауымен Сәрсенбайға жатқанда тіпті екінші түрлі жата бастады. Денесі өртке, құшағы жалынға, аузы отқа айналды.
Сәрсенбайдың қойнына жата бастағанда мойнына бұғалық түскен киіктің асаулағындай, өміріне ерзатын бірінші рет көретін 13 жасар жас қыздай дірілдеп күйіп жанатын болды. Құшақтағанда Сәрсенбайдың қабырғаларын бір-біріне қабыстырғандай қысып құшақтайтын болды. Аузынан Сәрсенбайдың бетіне от жібергендей құшырланып, жалынды сүйетін болды. Шолпанның ұлы құшағында сең соққан балықтай соқтығып, у-іші байнаған адамдай елжіреп жатып Сәрсенбай: «Ой, сен кәрі бос қартайғанда жорға шағырайын деп жүрсің-ау», деп мырс күлетін еді. Сәрсенбайдың мынау күлкісі Шолпанның жүрек жарасына бұрыш себетін еді. Сол кездерде оның көздеріне меруерттей мөлдіреп жас келетін еді. Жанынан жақын көрген Сәрсенбайдың оның жан сырын, жүрек сырын ұқпағанына зығырданы қайнаушы еді. Жүрегі уға толушы еді. Бала үшін дүниеден безіп, сопы болып жүрген кезінде пәдар деп келемеш қылғанына, сол бала үшін жан тәнімен беріліп, әдейі есалаңдаған шақтарында оған жорға деп ат қойғанына Шолпан Сәрсенбайға шын ренжуші еді. Бала екеуінің жоқ емес пе? Екеуінің бірдей керек байлам емес пе? Сәрсенбай сол ортақ жоқты неге бірдей іздеспейді? Баласын өмірдің бос екенін неге сезбейді ол? Ол неге сол іздеудің отына Шолпанмен бірге түспейді, бірге жанбайды? Еркек атаулы бала іздегенде ішкен асын жерге қойғанда Сәрсенбай неге бала деп аузын алмайды? Әлде жоқ. Болмас. Кім біледі? Жоқ. Ендеше неге ол бала іздемейді? Неге? Шынында ол әлде бедеу еркек пе екен? Тәңірім, егер ол шынында ол бедеу болса, құлшылықтың кемдігінен, құшақтың салқындығынан болмай, Сәрсенбайдың бедеулігінен болса, 5 жылдан бері Шолпанның жүрегіне түскен жара мәңгі жазылмайтын жара болғаны ма? Жайнамаз үстінде төгілген ыстық жастар, жалынды құшақтар, отты сүюлер бәрі әсерсіз желге кеткені ме? Бала деген құр сөз болып, сағым қиял болып қалғаны ма? Енді қалған өмірдің жапырағынан айырылған қайыңдай жап-жалаңаш болып озғаны ма? Жалында махаббатпен қосылған өмір қиюы кеткен екі ағаштай бір-біріне бірте-бірте айырылмақшы ма? Заулап жанған махаббатпен бірте-бірте бәсеңдеп, бықсып сөнбекші ме? Махаббат сөнсе, өмірде не қызық қалады? Сөз жоқ, Сәрсенбай бедеу. Сондықтан бала жоқ. Бала жоқ болған соң мен бақытсыз болғанда Сәрсенбай бақытты ма? Оның жүрегі жанбай ма? Өзінің екі өмірді улаушы екенін ойлап, оның жүрегі жанбай ма? Қартайған күнде өмірді жылататын от, бала оған керегі жоқ па? Сөз жоқ, мен бақытсыз болсам, Сәрсенбай да бақытсыз. Ендеше осы батып бара жатқан өмірдің кемесін бақыт жарына кім сүйреп шығара алады? Шолпан, жалғыз Шолпан. Бір өмір үшін емес, екі өмір үшін Шолпан осыны істеуге міндетті. Шолпан бала табуға міндетті. Теңізден терең, таудан зор күнә қылып болса да, ол бала табуға міндетті. Ізгі тілек үшін істелген күнәні жасаған кешпес пе екен? Жоқ, Құданың рахметі мол, ол кешеді. Тәңір кешер-ау, бірақ адам кешер ме? Ұрлық қылда мал тап, ойнас қылда бала тап. Осы мақалды шығарған кісінеге лағнет жаусын, лағнет. Жасағанау өзің кеше көр бір өзің. Шолпанның осы күнәлі ойларымен уланып, ыстық жасқа шомылып жатқаны Сәрсенбайға тигеннің 8-ші жылы еді. Май айы. Ауыл қыстаудың жанына жылжып қана қонған шаршы түс мезгілі. Кішкене жел бар, маса жоқ есебінде. Көктен көк ала торғын бұлттар маужырап қалғып, ерініп қана әлде қайда жылжып бара жатыр. Ауада торғын оралып жүрген сықылды. Желіде еркелікпен тартылып, мойнының ауырғанына қарамай, қиястанып асау құлындар тұр. Олардың жанында құйрығымен арқасын анда-санда салмақпен сипап тұрған сахабилер. Құлыным-ау, құр мойның ауырады, қиястықтан пайда жоқ деп ақыл үйреткен сықылды. Құлының алдартына түсіп, бұл не болды саған, не болды сонша құлыным деп абыржып қулықтар жүр. Қулықтардың бұл мінезін ұнатпай, өй, желпеңдеген сорлы, сабыр қылсайшы, ешбір бәле жоқ дегендей, кәрі айғыр құлағын әлсін жымитып қояды. Қой әлі өрістен келген жоқ. Үйшіктегі қарын ашқан қошақайлар мә деп сарылап тұр. Сол уақытта ақ отауының алдында күнге жалынған мысықтай керіліп, Шолпан отыр еді. Ол бір нәрсе тігіп отырған сықылды. Бірақ шынында ол тігіп отырған жоқ.
3 айдан бері аруақтай артынан қалмай жүрген күнәлі ойларын ойлап отыр еді. 1 ай болды, Шолпан күнәға белін берік байлаған. Ізгі тілек үшін ізгі күнә істеуге, бір бала үшін жансыры Сәрсенбайға қиянат қылуға ол ойын бекіткен. Сәрсенбай бүгін қонаға қалаға шығады. Әйтеуір істейтін болған соң, ұзаққа созып, умен құр улана беруге не қасиет? Жарайды, соза беруде қасиет жоқ. Бірақ лайық кім бар? Болашақ балаға ата болуға лайық кім бар? Жылқышы адам құл. Құлмен жүрсе сыр шетке паш болмас еді. Жабулы қазан жабулы күйінше қалар еді. Бірақ адам құлдан қандай бала тумақ? Күннен күн құлдан құл тумақ емес пе? Болса бала құл болмасын, ұл болсын. Бала болса мүт болсын, мүт болмаса жоқ болсын. Ынжық жасық құл баланың болғаннан болмағаны жоқ. Жоқ, жоқ, адам құл адыра қалсын. Жә, енді кім бар? Ешкім жоқ. Махаббаттың ақ қанатын кірлетуге тұратын, әсіресе болашақ балаға ата болуға лайық ешкім жоқ. Шынымен ақ ешкім жоқ па? Шойбай? Жоқ. Жұмағали? Жоқ. Әзімбай? Әзімбай қалай болар? Тектатаның баласы, өзі жас, дені сау, сымбатты жігіт. Жасы 18-19-дан артық жоқ шығар. Ұзын бойлы, екі жауырынына екі кісі мінгендей, ылғи күліп қана тұратын қой көзді, жаңа шығып келе жатқан қара мұрты, қара жібек сықылды. Ойбай-ау, сол Әзімбайдың өзі 3 жылдан бері Шолпанға жеңге деп күңкілдеп жүрген жоқ па еді? Әлі сылмаған жас қой. Шолпанға сөз айтқанда саха бозбалалардан естіген сөзді жаттап келіп қана айтушы еді. Жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір. Ұршыққа оралған жіптей бас-аяқ жоқ ойлардың дәл осы жеріне келгенде Шолпанның ерні күлгендей болды. Дәл сол мезгілде үй артынан Әзімбай шығып, «Жеңге іске сәт!» деп Шолпанның жанына жантая кетті. Ақын айтқандай бетке шықпай қалама жүрегізі. Әзімбайды көргенде Шолпан жүрегі аузына тығылып, бір қуарып, бір қызарып кетті. Шолпанға күнә қылып жатқанда біреу үстінен шығып қалғандай, күнәлі ойларын Әзімбайға біліп қойғандай көрінді. «Ертегеш қолыңнан бір түспейді-ау, жеңге, тігіп отырғаның не?» деді Әзімбай Шолпанның тізесінің үстіндегі көйлекті ұстаған болып. Шолпанның санын шымшыңқырап алды. «Қойшы сал жігіт, біртүрлісің-ау. Жақсы ағаң бүгін қонаға қалаға шықпақшы еді. Соның бір көйлегінің жеңін ұштап отырмын. Сені де қалаға жүреді деп еді ғой?» «Жақсы ағам бүгін қалаға жүре ме?» «Жә, жеңге, 3 жылдан бері айтып жүрген сөзім өмір бойы аяқсыз қалама. Жүрегің бір ел жүреуді, аяуды білмейтін тас екенсің». «Тағы бастадың ба? Сал жігіт, мен әуре қылып не қыласың? Анау пісіп тұрған қыздарға сөз айтсайшы. Мен сенен қыз сұрадым ба? Саны көп сапасы жоқ қыздары құрсын. Орамал тастайды ғой теңдесіне дегенді білмейсің бе? 20-ға жетпей алысшайшы. 8 жыл біреуге қатын болған сенің теңің мен бе?» Осы сөзді айтып күркіңкіреп, көзін еркі мысықтай сығырайтып сынап, Шолпан Әзімбайға қарады. Шолпанның мынау сөзінен, мынау көзқарасынан сасыңқырап, тығылыңқырап қалған Әзімбай: «Жоқ, жақсы көрген дегенім ғой. Тәңірі неше жыл қатын болса да бала таба алмаған әйел кәрі әйел бола ма?» Өзінің мынау сөзін Әзімбай тіпті тығылып қалды. Бала деген сөзбен Шолпанның жүрек жарасына тиіп, оны өзінен алыстатып алғанын сезіп, Әзімбай үзілген сөзді енді жалғауға алып кетуге шамасы келмей, сөз орнына қолымен Шолпанның сол жақ санын қысып қойды. Шолпан санынан Әзімбайдың қолын алды да көйлекке қарап бір ойланып отырып: «Жақсы көргенің рас шығар, бірақ жақсы ағаңның көзіне қалай шөп сал дейсің? Балалардың ұрлық қылайық, қылсақ қылайық, құдайды қайтеміз дегеніндей құдайды қайтеміз. Және сен жассың, аузыңа да ие бола алмайсың ғой». Мынау сөздерді айтқанда Шолпанның қара көздері тұңғиық түпсіз теңізге айнала бастады. Әзімбайдың көздерінен есалаң от ойнай бастады. Әзімбай күнә, құдай деген жаққа аяқ баспай, бар түйін соның сөзінде тұрғандай-ақ асығып сасып өзін бекітуге кірісті. «Сыршаш мен балама? Жоқ, саған қаспын ба? Әй жеңге ай, менің жақсы көргенімді білмейсің ғой. Жә, 3 жыл бойы сүйрегеніңде жетер. Бүгін түнде келейін бе?» «Келем». Әзімбайдың қолы жең ұшталып жатқан Сәрсенбайдың көйлегінің ғана үстіне емес, Шолпанның өз көйлегінің үстіне барып қалып еді. «Жарайды, бірақ жарайды. Бір сүйгіші. Сабыр қылсайшы, әне біреу келеді». «Сал жігіт, үйге кіріп ауыз ти». Жібек майдың сұлу түні. Көкте бір бұлт жоқ.
Қара көк барқыт кең көкте ойменен, мұңменен салмақпен ақ алтын ай жүріп барады. Не іздейді екен ол? Жарынан айырылған әйел ме екен? Баласынан айырылған ана ма екен? Қыстаудың сыртында сулы шіліктегі күлбақалар шулап жатыр. Бақ, бақ, бақ. Не дейді екен олар? Жан керек, жар керек, бала керек дей ме екен? Көл бойынан дамылсыз құдірет ау деген дауыс естіледі. Өмір бойы құдіретті аузынан тастамайтын қандай әуір күнә істеді екен бұлар? Төсек ағаш үстінде шолпан жатыр. Жатсар алдында иісті сабынмен жуынған, сандықтан жаңа көйлек алып киген. Ол кім үшін жуынған? Кім үшін киінген? Кімді күтеді ол? Әзімбайды күтеді. 8 жыл бал алысып тұрған, еш шәй деспеген жан-жары Сәрсенбайдың көзіне шөп салу үшін Әзімбайды күтеді. Не үшін? Бала үшін. Жасаған-ау өзің кеше көр, аяқ даусы. Есікті ашып үйге кірді. Әзімбай тура төсек ағашқа келе жатыр. Шолпанда үн жоқ. Мойнына құрық түскен құландай денесі дір-дір етеді. Жүрегі дәл аузында тұр. Бірін шығарсақ жүрегі аузынан атып шыққанындай. Денесінің бір жері мұз. Түлкі алған жас тазыдай екі иіннен демін алып, жалма-жан шешініп Әзімбай көрпеге кіріп келе жатыр. Тап сол минутте тазының көздерінде Әзімбайдың көздері де қып-қызыл шығар. Шолпан ой кет деп айқай салып жіберуге ойлады. Жоқ, үні шықпайды. Әзімбай көрпеге кірді де жеңге деп жұлмалай бастады. Шолпан соққы жеген адамдай сыбырлап, сал жігіт, кішкене жата тұрсайшы, деді. Ол күнә есігінен кірер алдында жүрек жарасын Әзімбайға ашпақшы еді. Жанын жеген жегіні суарып алып, Әзімбайға көрсетпекші еді. Туғаннан бері қиянат жолына баспай, тас болып келген жүректің не үшін бүгін жібігенін айтпақшы еді. Оның іздегені отты, жынды құшақ емес бала екенін білдірмекші еді. Әзімбайды өз қасіретіне ортақ қылмақшы еді. Бірақ Әзімбай оны тыңдаған жоқ. Қоян қуған төбетке көрпеге кіргеннен ақ аласұра бастады. Бір ауыз сөзге келместен Шолпанның денесін омалай бастады. Ойын бітті. Шолпан сұлап жатқан өлік сықылды жатыр еді. Есалаң, мас Әзімбай мас ойынымен әуре болып жатқанда, Шолпанның бота көздерінен мамық жасты ыстық мөлдір жас сорғалап жатыр еді. Әзімбайдың Шолпанның жанымен көзінен аққан жасымен ісі болған жоқ. Өз-өзімен әуре, Шолпанның денесімен әуре. Шолпанның бас астындағы мамық жастық шылқылдаған су болды. Түн ортасынан ауған кезде су жастыққа беті тиіп Әзімбай: «Өй, сен неге жылайсың? Бірадар десе бірадарсың ау», деді. Есалаң Әзімбайдың Шолпанды ұққаны осы болды. Таң ағарып келеді. Шолпанның бетінен бір сүйді де: «Енді мен қайттым, ертең ертерек келем», деді Әзімбай. Жылап-жылап шаршап талып жатқан жас баладай сұлық жатқан Шолпан: «Жоқ, енді тіпті келме», деп айтуға оңтайланып еді. Бірақ оның іздегені не еді? Бала. Осы бір түннен бала болса жақсы, болмаса, мынау түн өмір бойы Шолпанның мойнында лағнет қамыты болмай ма? Мынау күні өмір бойы күнә болып қалмай ма? Бота көзінен мөлдір жасын жеңмен сүртіп, Шолпан көбірлеп қана: «Кел, сал жігіт, кел, кел», деді. Шолпан екі қабат. 5 жыл бойы санадан сырғайып күткен тілегі болды. Уланған өмір гүлденді. Күнә болып қалған жоқ, күнә сауапқа айналды. Бала біткенін білген кезде қандай қуанып жүрді Шолпан. Бір минут қабағы жиылды ма? Күн-түн күлкіден аузы тыйылды ма? Кішкене ғана аулақ қалса алақанымен қарнын сипап, сол алақанын сеушеді ғой ессіз Шолпан. Ішіндегі жаны жоқ бір кесек етті, ерні күбір-күбір етіп айланып толғанушы еді ессіз Шолпан. Жә, іздеген жоғы табылды, басты байлап, естен айырылып, күнәға айдаған кесел жойылды. Енді Шолпанның Әзімбаймен арасын үзбеуі қалай? Шынымен ақ суық жолға түсіп кеткені ме? Шолпанға да ойнастың әдетке айналғаны ма? Жоқ, ойнасты өнеге көретін, суық жолды әдет қылатын әйел Шолпан бей. Ендеше, бұл ендеше жауап жоқ. Теңіз терең емес, әйелдің жаны терең. 7 қабат жер астында нәрсені білу мүмкін, бірақ әйелдің жанының мінезін білу мүмкін емес. Бір қарасаң, әйел бала. Күйерін білмей отпен ойнады. Әйел ердің тәңірісі жарата да алады, жоқ қыла да алады, сүйдіре де алады, күйдіре де алады.
Әйел ердің құлы, табанының астында топырақ болады, ердің көлеңкесіне айналады, өзі жоқ. Әйелдің аруағы басса ері күйеді, жанады. Бірақ өзінің жеке бір адам екендігін ұмытпайды, жоймайды. Ердің әруағы басса, әйел адамдықтан шығып жоққа айналады, есінен айырылады, тілі байланады. Әсіресе әйел бұзық жанды болмаса. Осы уақытта мұндай әйелдің ердің көнгіш күңі болуында еш дау жоқ. Шолпан осындай әйелдің бірі еді. Жанынан денесі денесінен жан айырылмайтын, кімге берілсе де жан денесімен түгел берілетін әйел еді. Әзімбайға денесін уақытша ғана беріп, жанын аман алып қаламын деп ойлады Шолпан. Бірақ ойменсі бір-біріне қабыспады. 3-4 айдың ішінде Шолпанның жаны да Әзімбайға құл болып берік байланып қалып еді. Дұрыс, Шолпанның жаны Әзімбайдан айырыла алмағанға бала іздегенінен аз азап шеккен жоқ. Ежелден көз жасына сараңдық қылып үйренбеген Шолпан бұл туралы да талай түндерде жылады. Бірақ көз жасымен жанды түзетіп бола ма? Шолпан да болдыра алмады. Әзімбайды көргенде бас айналған болып, денесі дірілдеп, тілі күрмелуші еді. Денесінде ыстық қан ойнаған мас Әзімбайдың жансыз нәрседей жұлмалап омалауына қалай көнетін Шолпан өзі де білмеуші еді. Шынын айтқанда, Есалаң Әзімбай тілге келуге, ойлауға мұша бермеуші еді-ау. Жарайды, не болса да жасағанның жазуы шығар. Іштегі баланың атасы болғандықтан Әзімбаймен араны үзуге тиіс емес те шығар. Күнәда емес шығар. Сәрсенбай некелі ері болса, Әзімбай баланың атасы, жасаған өзі кешірер. Бірақ мынау жегдей жайылып бара жатқан өсекпен қалай күреседі Шолпан? Жас Әзімбай, мас Әзімбай, Есалаң Әзімбай. Мынау сырды тырнақтай жасыруды білмейді, кісі барау деп айылын жиюды білмейді. Көрінген жерде күшіктей арсалаңдап жатқаны, жолыққан жерде жұлмалап жатқаны. Өсегі құрғы жайылған жайылып барады. Пірадар келін, қар келін деп аталса, Шолпан жұртқа не бетімен қарар? Анау күні енесі, осы келін Әзімбайдың сенің отауыңа неге қалжыңдап келе береді? Дегенде Шолпан жерге кіріп кете жаздады-ау. Жұрты құрсын, енесі құрсын, өмірі құрсын, Сәрсенбай. Жанына жақын Сәрсенбай. Сол Сәрсенбай Шолпанға баяғыдай ма? Неге ол бұрынғыдай жадырап жүрмейді? Неге ол ылғи ойлы? Екі жанды байлаған жібектей нәзік махаббат жібі үзілген сықылды емес пе? Баласы құрсын. Сүттей ақ махаббатты, балдан тәтті өмірді улаған баласы құрсын. 8 жыл бойы сен демеген Сәрсенбай 1 жыл сөз айтудан қалды. Қит етсе, сынықтан сылтау тауып, балағаттап тастайтын болды. Балағаттың аяғы жекуге, қамшыға айналып бара жатқан жоқ па? Күні кеше Сәрсенбай Шолпанды неге ұрды? Бұрын барлық дүниесі суға ағып бара жатса да ләм демейтін Сәрсенбай Шолпанды неге сілейтіп салды? Не үшін? Бір шыны аяқ шоғыры қолдан түсіп кетіп сынған үшін бе? Сол үшін бе? Жоқ, Әзімбаймен ойнас қылған үшін. Ұрам деп айтып ұрмайды. Неге ол аузына тас салғандай үндемейді? Ол бірдеңе десе, Шолпан да айтар еді. Өзінің не үшін күнә қылғанын, бала үшін ойнас қылғанын айтар еді. Жоқ, үн жоқ. Балағаттау бар, тепкілеу бар, махаббат жібі үзілді. Өмір бұзылды. Бәріне лағнет жаусын. Өмірді улаған сол іштегі балаға лағнет жаусын. Талай түндерде мынау түйінді шешу үшін қасіретпен сарғайған Шолпан талай ой теңізіне де кірсе де, ой түбіне жете алмады. Мынау жанды жеген жұмбаққа ортасында екі оттың мен, Тәңірім қор еттің деп зарлаудан басқа жауап таба алмады. Сәрсенбаймен екі ара шиеленіскеннен шиеленсе берді. Екі жанның арасы алыстағаннан алыстай берді. Бірақ дүниеде адам таппаған жұмбақты заман таппақ. Адам құрығынан құтылғанымен, заман құрығынан құтылып кететін еш нәрсе жоқ. Сәрсенбай мен Шолпан арасындағы мынау түйінді де ұзатпай заман өзі шешіп берді. Сентябрь жұлдызының соңғы күндері. Ауыл қыстаудан ғана алдында отыр. Салқын түн. Түсі суық сұр бұлттар арасында бір-бірімен жарысып бара жатыр. Жердің бетінде әппақ кебіндей болып бос қырау жапқан. Арбасында байлаулы жатқан бұзаулар тоңып, анда-санда мө дейді. Олардың жандарының қарны кебежедей болып жатқан сиырлар еш нәрсені елең қылмай пыс етеді. Сәрсенбай бүгін таңертең ғана қалаға мал айдап кеткен. Отауда төсек ағаш үстінде шыр көрпеге оранып Шолпан жатыр. Оның қойнында ерке баладай көлденеңдеп жатқан Әзімбай қор-қор етеді. Шолпан да ұйықта.
Арбаның тырсылдағанындай бір дауыс. Шолпан селк етіп оянды. Сүйкеніп жатқан сиыр ма екен? Жоқ, арбалы. Әзімбай. Деді Әзімбай. Шолпан тағы. Әзімбай, деп бір рет айтты да сөздің пайдасыз екенін біліп, Әзімбайдың санын шымшып кеп алды. Ой, сен жын соғып кетті ме? Ойбай, масқара болдық, бір арба келе жатыр, тұршы. Кетші, жақсағаң болмаса егеді. Мынау есінен адасқан шығар, ол ұшып келе ме? Ойбай, тұр деймін, әне келіп қалды. Әзімбай жылжып шығып үйдің артына қарай жүгіре бергенде, есік артында Сәрсенбай арбадан түсіп жатыр еді. Бұл кім ей? Деді Сәрсенбай. Мен деп жауап орнына қыстау желкесіндегі шілікке қарай жүгіріп бара жатқан Әзімбайды көрді. Сәрсенбай атты доғармастан үйге кіріп, үстіндегі қаптал күпіні жұлып тастай беріп, қолындағы құнтпен төсек ағаш үстінде жатқан Шолпанды шықпырта бастады. Көзін қан жауып кетті. Еш нәрсені көрмеді, еш нәрсені ойлай алмады. Ақылын ашу биледі, қолын құнт биледі. Шып, 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 шып. Көрпенің астында жатқан Шолпанда тірлік белгісі жоқ. Өлген адамдай сұлық жатыр. Шолпанның бұлай жатуы Сәрсенбайдың сығырданын тіпті қайнатты. Ах, иттің баласы, деп Сәрсенбай қолындағы құнтты лақтырып жіберіп, шыт көрпені жұлып тастап, көзінен жасы бұршақтап жатқан Шолпанды қолынан сүйреп, төсек ағаштан жерге түсірді де тепкілей бастады. Шолпанда ләм-мим деген бір сөз жоқ. Жеңімен көзін сүрте берді. Басы тепкіленді, қабырғасы тепкіленді. Үн жоқ. Етіктің өкшесі өкпеге тигенде ах етті Шолпан. Тағы үн жоқ. Өкше ішке тиді. Шолпан алақанымен ішін басып, бала, деді. Мынау сөз Сәрсенбайды құтырған қасқырдай бетер құтыртты. Иттің ғана баласы, мен сенен бала сұрадым ба? Мен саған ойнас жасап бала тауып бер дедім бе? Сен иттің адал ісімді арамдап жүргеніңе жарты жыл болды ғой. Шығармады бысыңды. Өлтірем мен сен итті, өлтірем. Күнде күйгенше бірақ күйейін. Ит, өл. Сәрсенбай мынау сөздерді айғайлап айтқандықтан ауылдың бәрі оянып қалып еді. Алдымен үлкен үйден жаман күпісін жамылып сүйретіліп Сәрсенбайдың кәрі шешесі келді. Оның артынан іле-шала жалаңаш етіне байының ескі жеңсізін киген, жыртық іш киімінен тізесі жыртылып, көрші Бадырақтың қатыны келді. Екеуі де есіктен ойбай сала кірді. Ойбай-ау, кісі өлтіресің бе, ойбай? Балама ақылмен қылсайшы. Ақылдарың өздеріңе, жұмыстарың болмасын. Өлтірем мен бұл итті, өлтірем. Кемпір мен қатын арашаламақшы болды. Ойбайласты, елбеңдесті, біреу қолын қағылып кетті, біреу аяқпен соғылып кетті. Болмады. Беті құп-қу, көзі қып-қызыл болған Сәрсенбай тепкілеуден тоқтаған жоқ. Шолпанда тірлік белгісі жоқ. Бір кәлима сөз жоқ, демде алмайтын сықылды. Әлде талып жатыр, әлде бір жола өліп қалды. Екі қатын өздерінен еш қайрат болмайтынына көздері жеткен соң ауылды жинамақшы болды. Бадырақтың қатыны есік алдына шығып, ойбай, өліп қалдыңдар ма? Келсеңдерші, мұнда кісі өліп жатыр, деп ойбай салды. Өздері үрпейсіп отырған ауыл мынау ойбайды естіген соң үйлерінен жүгіре шықты. Кимешегін қисық киіп, аяғына кебісіле сала шыққан қатын, қақырынып түкірініп, елді басына көтерген отағасылар, мәсісін қолтық аяқ киген, өзінен өзі ұялатын келіншектер, кең қоныш етік, кең қолтық қаптал киіп, дамбалының ауы салақтап, семіз болмаса да семіз адамдай талтаң басатын жаңа атқа мініп келе жатқан кісімшіктер, сырған ақсұр бешпетін киіп, қолына асасын алып, зекет зиып жүріп, бір үйде қонып жатқан темір қожа да келіп қалды. Ауылдың жиылуын күтпей-ақ, Бадырақтың қатынының ойбайы шыққан соң Сәрсенбай орудан өзі-ақ тоқтап еді. Шолпанда тірлік әсері жоқ, сұлық жатыр. Үстіндегі көйлек пара-пара. Денесі, беті, басы бәрі қан. Аузынан да мұрнынан да қан кетіп жатыр. Сәрсенбай төсек ағаштың үстіне шығып отырды. Ой жоқ, еш жоқ, сөз жоқ, тіл жоқ. Сұлық. Оның өзі де талықсыған сықылды еді. Есіктен халық ағылып кіріп келіп жатыр. Мына шіркін есінен адасқан шығар, деді біреу. Ой, бетім-ау, өліп қалған жоқ па, деді екіншісі. Өлсе өлсін қарнеме, деді үшіншісі. Азан-азан, абыр-сабыр, Темірқожа Шолпанның білегін ұстады да, су бүркіңдер, деді. Біреуі алып келіп су бүрікті. Әлдене уақытта Шолпан дем алып болар болмас, Алла, деді. Алладан садаға кетсен иттің баласы, деді Сәрсенбай.
Сәрсенжан, шырағым, сабыр қыл. Әйел ұрмайтын ер болмайды, бірақ тақсыр, сіз бұл араға кірмеңіз. Өлсін ол ит, өлсін. Сәрсенжан, ақылыңа қайт. Кісі өлтіру, әйтеуір ол маған қатын болмайды. Талақ болсын, талақ, талақ. Сәрсен, ашу дұшпан, ақыл дос, сабыр қыл. Пәлен жылы еш шай деспестен қосақтан айырылу оңай емес. Зат адал асарамға айналса, қайтадан адалдап алу шариғатта бар нәрсе. Мысалы, әйелдің олай-бұлай оғаш мінезі білінсе, оны шешіндіріп төбесінен 40 шелек су құю керек дейді шариғат. Қожаның аузынан мынау сөз шығар шықпасақ, 5-6 қатын жаңа есін жиып келе жатқан Шолпанды сүйрелеп ала жөнелді. Сентябрьдің салқын түнінде, қараңғы шорам үйде 5-6 қатын тырдай жалаңаш шешіндіріп, сүймелеп ұстап тұрған Шолпанның шала шарпа есі бар еді. Бір қатын тістеніп келіп, үлкен темір шелекпен мұздай суық суды Шолпанның басына құя салды. Үн шығармады, бірақ селк ете түсті Шолпан. Тап сол секундта Шолпанның миында бүкіл өмірін нажағайдың отындай жарқ етіп өтті. Жаңа шолпы тағып, сол шолпыны әдейі сылдырлату үшін жүкті әдейі қайта-қайта бұзып жиғаны, апасынан жалынып сұрап қыз ойнаққа барулары, Сәрсенбайдың босағатта ағалы келгені. Бірінші түн, үшкірдің қожаның бұқа көзі, Әзімбайдың қара мұрты. Тістенген қатын күбірлей екінші шелекті суды құйып жіберді. Шолпан болар болмас, Алла, деді. Қары бетпақ, саған Алла не керек, деді бір қатын. Ештен етпес, қарағым, жастықта Құдай таулық берсін, деді екінші біреу. Шолпанда басқа сөз болған жоқ, ойда жоқ еді. Денедегі қанның мұзға айналуымен ойда көңіл тартты, сөнді. Шолпан көзін жұма берді. Үшінші, төртінші, бесінші шелек. Біразға дейін суық суды құйып жібергенде дене селк етіп кеткендей болды. Біраздан соң ол да бітті. Ертеңіне түс кезінде Шолпан күшпенен көзін ашып сыбырлап, балам, балам қайда? Әлде неге бір көріп шықпайды, деді де, көрпенің бұрышын құшақтағандай болып, еріне беу-беу дегендей қимылдап, сұлық болып тағы талып кетті. Күнмен таласа, Шолпан да өмірмен қоштасты. Соңы оқыған Жолдай Алтынай. Жалпы бұл шығарма өз замандағы кереғар өмірдің, кереғар тұрмыстық тірліктің бір зауалын көрсеткендей. Мұндағы мен көріп отырған басты мәселе бұл ер мен әйелдің арасындағы мәміленің болмауы. Егерде күнәға бармай-ақ, күнә туралы ойланбай-ақ, бұл мүлдем басқаша шешілуі мүмкін еді. Егерде ер мен әйелдің ортасында мәміле болып, сол мәмілені екеуі дұрыс жаққа қолдана алса. Өкінішті. Шолпанның қанша күнәлі десек те, оның өмірі өте аянышты еді. Ал сіз бұл оқиғадан, бұл әңгімеден қандай ой түйдіңіз? Өз ойыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Рахмет.